Ардақты ағайын, құрметті елорда тұрғындары, ең алдымен баршаңызға жыл басы әз наурыз құтты болсын дегім келеді. Ұлыстың ұлы күні ұлтымыздың ұлық мейрамы. Бұл біздің ата дәстүріміз. Шуақты көктем мерекесінде бүкіл дүние қайта жаңғырады, күн мен түн теңеледі. Қазақ елі әз наурызды көне заманнан бері тойлап келеді. Наурыз ең алдымен игілікті істердің мерекесі. Осы күндері әр үйде ақ дастархан жайылады. Ел жұрт бір-бірімен қауышып ақ тілегін айтады. Мұқтаж жандарға қайырымдылық жасап, қамқорлық көрсетеді. Ұлыстың ұлы күні биылда қасиетті ораза айымен тұспа-тұс келіп отыр. Еліміз үшін мұның мән маңызы зор. Себебі біздің дініміз бен дәстүріміз егіз. Қос қазынамыз халқымыздың бірегей болмысын айшықтай түседі. Біз былтыр Наурыз мерекесінің жаңа тұжырымдамасын жасадық. Енді әз наурызды 10 күн бойы атап өтетін болдық. Наурызнаманың әр күні тағылымға толы. Наурыз көптеген шығыс халықтарына ортақ мереке болғанмен, елімізде ұлыстың ұлы күнін тойлаудың ерекше дәстүрі бар. Бұл мейрамның төл мәдениетіміздегі орны ерекше. Шетелдік меймандар да мереке қарсаңында Қазақстанға арнайы келіп, біздің салт дәстүрімізбен танысады. Әдет ғұрпымызды танып біледі. Біз осы рухани қазынамызды жан-жақты дәріптеуіміз керек. Наурызнама бойынша бүгін ынтымақ күні. Еліміз үшін ауызбіршілік пен татулықтың орны қашанда ерекше. Бүкіл халқымыз ұлтына, дініне қарамастан бір ел болып, наурызды бірге атап өтеді. Біз осындай береке бірлігіміздің арқасында болашаққа зор сеніммен қарап, тек алға қарай қадам басып келеміз. Жан-жақты реформа жасап, мемлекеттің саяси жүйесін жаңғыртып жатырмыз. Ауқымды экономикалық жобаларды қолға алдық. Байсалды сыртқы саясатымыздың арқасында Қазақстан бүкіл әлемге беделді мемлекет ретінде танымал болды.